Көріп кел 3 бөлім. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Дене шынықтыру сабағында ешкім ілесе алмайтын. Бұрын мұндайды көрмеген сыныптастары таңғалысып жатты. Сол күндері кешке қарай ұйықтай алмайтын Маржан көзін жұмса үстіне жыландар басатын еді. Айқайлаған даусынан анасы қатты қорқып бір бақсыға апарды. «Сенің үлкен қызыңда ерекше күш бар екен, маған ертіп әкел» деді. Қызының әрбір түні қиналғанына шыдамаған анасы дереу ертеңіне апарды. Ол кісі Маржанның энергиясын өзіне аудармақ болды. Содан Маржан одан бетер ауырып, болмағасын басқа емшіге апарып, ол әйел тылсым күшке ие екенін біліп, ем жасаудан бас тартты. Ол емшінің қабылдап отырған науқастары Маржанды көріп, қалтырап, жылап қоя берді. Арада уақыт өтіп, қыз сүрелерді оқи бастады. Аздап жағдайы қалыпқа түсе бастаған Маржан мектепті бітірді. Сабақты жақсы оқып, қалаған мамандығы медициналық колледжге түсті. Басында жақсы оқып жүрген. Уақыт өте, ауруы қайта басталып, жиі іші бүріп, тағы да түсініксіз жағдайлар басталды. Ауылға сұранып қайтты. Ауылға келсе, қаншама жыл көрші жақын араласқан ағасы қайтыс болған екен. Бір күні сыртқа шыққанда көз алды бұлдырап, аспаннан түтін сияқты бұлттан көрші ағаның сұлбасы шықты. Ол кісі: «Қызым, әйеліме айтшы, менің жасыл түсті сырт киімімді сенің әкеңе берсін, сол киімді көзінің қарашығындай сақтасын» деді де жоғалды. Құдды бір түс сияқты не өңі екенін, не түсі екенін айыра алмаған Маржан өз-өзіне келе алмай біраз уақыт жүрді. Бұл сөздерді анасына айтқан еді, анасы көршіге жеткізген, бірақ ол мырс етіп күлді. Ренжіген анасы үйге келіп, ештеңе деместен тірлігімен айналысып жүре берді. Маржан іштей бәрін сезсе де үндемеді. Бірде туыс жеңгесінің аяғы шығып кетті. Ауылда ешқандай сынықшы жоқ, басқа ауылда болатын. Естіген бойда барып, бірден аяғын салып берді. Бір күні Маржанның үй жағына басқа жақтан көрші көшіп келді. Ол үйден мұңды әйелді көрді. Көрші әйел ұзақ жылдар бойы әпкесін іздеумен келеді екен. Оны түрінен көріп, қасына барған Маржан: «Сіз ұзақ жыл жоғалған әпкеңізді табасыз» деп айтқанда, жаңағы көрші таңқала: «Сен оны қайдан танисың?» деп жылап жіберді. Өзіне де түсініксіз жағдайлар еді. Сол сөздерді Маржан емес, ішінде тағы бір жан айтып тұрғандай. Содан кейін ауылдағыларға таныла бастады. Көтере алмай жүрген келіншектер де келе бастады. Олар да алақанымен сипалап, ішірткі беріп, дұға оқитын болған. Бір айдан соң қайта келген әйелдер жүкті екенін айтып, алғыс айтатын болды. Бір келіншекке қарап тұрып: «Қыз туасың, есімін Шамшырақ қой» дегені есінде. 9 ай өткен соң әлгі келіншек енесімен келіп, алғысын білдіріп, қызына кіндік шеше болуды сұрады. Көрші жеңгесі Маржанның істеген істерін мазақтап күлетін. «Жеңге, ашуыма тиме, қазір мойның қайырылып қалады» дегені сол екен. Есіктен шықпай жатып жан ұшыра айқайлап жіберді. Бәрі жеңгесіне қарай тұра жүгірді. Мойны қайырылып қалған жеңгесіне май жарғып, ақырын сипалап емдеп берген Маржанға жеңгесі мүлдем ауыз ашпайтын болды. Түсініксіз құбылыстар, елестерді көріп, жылап та алған кездері болды. Оқудан сұранып, ауылға келіп ұзақ емделген. Мүлдем әсер етпей, қаншама білікті дәрігерлердің есігін тоздырды. Ешқандай ауруы жоқ деп бәрі шығарып салатын. Қатты қиналып жүрген Маржанға дұрыс ұйқы да келмейді.
Елестер жиі мазалап, Құранды бас жағынан жастап жатып, намаз оқитын болды. Сонда біршама басылатын, бірте-бірте жақсарып келеді. Қайта оқуын жалғастырып, ештеңе ойламай, сабағын оқып, жақсы бағалармен бітіріп шықты. Ауылға келіп дипломды жуып, ата-анасы қуаныштан көз жастарын сүртіп алды. Бір күні анасы біреулердің Маржанды алып қашатыны туралы естіп, ешқайда шығармай жүрді. Сол бір кештері сыныптастары бас қосуға жиналып, үй жаққа келгенде, анасы еріксіз ұялды ма, бара ғой енді, бірақ абайлашы деп жіберген болатын. Сыныптастары улап-шулап ауылдың сыртына көңіл көтеруге келді. Сыныптас қыздар оңаша шығарып алып, бірдеңе айтамын, манада жүрші деп, Маржанды алдап, туыс ағасының қолына ұстата салды. Қыздың айқайлаған даусына сыныптас балдары жетемін дегенше көлік те жүріп кетті. Өзі ұнатпайтын жерге амалсыз келін болды. Ол кезде қайтып келу деген өліммен тең еді. Тойда дүркіреп өтті. Көңілсіз келін болған Маржанның күндері өтіп жатты. Аяғы ауырлап, үйдің тірлігімен уақыт та тез өтетін. Айы күні жетіп, өмірге қыз бала әкеліп, алғашқы ана болу өте ғажап сезімді басынан өткізді. Алайда аяғын қозғалтқан Маржан мүлдем қимыл жоғын сезіп, айқайлап жылап жіберді. Дәрігерлер неге олай болғанын, тіпті диагнозын да анықтай алмады. Күйеуінің туыстары перзентханаға келіп, алып шыққан, өз үйіне емес, төркінге қарай көлікпен зулады. Байғұс қызды екі жағынан сүйрелеп үйіне кіргізді де, әке-шешесіне бізге мүгедек келіннің одан туған бала да керек емес деп айқайлап жанжал шығарды. Осындай халге не үшін жеттім деген ойлар әрбір күнін, әрбір түнін жегідей жеген Маржанның сүті тартылып қалды. Байғұс анасы немересін жылатпай, жасанды сүтпен тамақтандыра бастады. Аяғынан тұра алмаса да, намазын оқи берген Маржан әрбір оқыған сайын көз жасын тыя алмайтын. Арада 7 ай өтті. Таң алды болатын. Аппақ нұр көзін шағылыстырып барады. Басында күн сәулесі деп ойлаған, бірақ олай емес екен. Ол аппақ нұрдың ішінен беті көрінбейтін ата сөйледі. Қызым, аяққа тұрмасаң, бұл өмірден кетесің деді де ғайып болды. Жалғасы бар.